Жаңа немесе қалпына келтірген су құбыры желісін іске қоспас бұрын негізгі шарттардың бірі гидравликалық сынақтар болып табылады. Арнайы каналды тазарту машинасының көмегімен желіде жұмыс параметрлеріне сәйкес келетін жасанды қысым жасалады. Қайта қалпына келтірілген су құбыры Ақназархан көшесінде сыналады. Біздің инвестициялық бағдарламаға бойынша қазір Төле би Ақназархан көшесінде диаметрлік 100 мм су құбырын алмастыру реконструкция жұмыстары жүріп жатыр. Сол жұмыстардың аяқталуына байланысты суға қосуға дейін құбырдың гидравликалық сынақ испытаниеде гидравликалық сынақ жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда мына сумен давление су қысымын беріп, су құбырының қолданысқа жарамдылығын тексеріп жатырмыз. Осыны сынақтардың нәтижесі бойынша шешім қабылданып, ары қарай қолданысқа беру мүмкіндіктері жөнінде жаңағы нәтижесін шығарамыз. Су құбыры желілерін қайта құру немесе ауыстыру жұмыстарын тендерде жеңіске жеткен лицензияланған мердігер ұйымдар жүргізеді. Жұмыс аяқталғаннан кейін қабылдауды су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері жүргізеді. Комиссияға кәсіпорын бас директорының орынбасары, өндірістік техникалық бөлімнің мамандары және аудандық су арналарының басшылары кіреді. Егер су құбыры жарамай, біздің сынақтан өтпейтін жағдайда мердігер мекеме ары қарай өзінің жұмысын жалғастырып, осы ақауларын анықтап, қайта қалпына келтіру жұмыстарымен айналысады. Толық барлық гидравликалық сынақтарын өткізгенге дейін су құбыры іске қосылмайды. Гидравликалық сынақтар тек ірі желілерде ғана жүргізілмейді. Бұл процедура жеке тұлғалар үшін су құбыры жүйелерін пайдалануға беру кезінде де міндетті.